оқушылар, біз бүгін сіздермен тіл келер болашақ тұғыратты тілдер күніне, Қазақстан Республикасының халықтарының тілдер күніне арналған іс-шарамызды бастаймыз. Сөз сіздерде. Балалар, қазіргі таңда ана тілін білу, үйренудің қажеттілігі жайлы орасан зор жұмыстар жүргізіледі. 1989 жылы 22 қыркүйекте тұңғыш рет қазақ КСР-ның тілдер туралы заңы қабылданып, онда қазақ тіліне мемлекеттік тіл мәртебесі беріледі. 1997 жылы 11 шілдеде Қазақстан Республикасының тіл туралы атты заңы қабылданды. Заңда қазақ тілі мемлекеттік тіл деп нақты атап көрсетілген. Жылы атамыз тілін білмеген түбін білмейді деген. Шынында тілін білмеген адам өз халқының тарихын, дәстүрін, мәдениетін өз тілінде сезініп, терең бойлай алмаса, ол қасиеттеріміз бе? Сондықтан әр адам ана тілін көзінің қарашығындай сақтауға бөлуге тиіс. Болашағымызды баянды етер қарауымыз тіліміз. Ана тілімізді құрметтей білейік. Армысыздар, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Бүгінгі тілім менен тілегімнің тілегі атты мерекелік іс-шараны ашық деп жарияламын. Тілім менен тілегім. Тіл жайында толғанбайтын кім бүгін? Тіл жайында үгітеді кімді-кім? Тілім менен тілегім. Әрине, тіліміздің тағдыры үшін көрсетілген халқымыз кам кібірсіз болған емес. Бүгінде ана тілінің тағдырына алаңдайтын азаматтар баршылық. Олардан қалған ұлы сөздерге құлақ асайық. Балалар, қазір бізге ұлылардан қалған ұлы сөздерді айту үшін Ана тілі білмейтін адам бір күлі жоқ, шолақ адам секілді Лебеден Мұстафа. Ана тілін ұмытса адам өз халқының өркеніне деп болашағын да қол үзеді. Хамит Мұстафа. Әрбір саналы әдебиеттің ана тілі сол ана тіліндегі әдебиеттің қадірін білмеу мәдениетсіздік. Мұхтар Әуезов. Анамыздың ақ сүтімен бойымызға берілген тілімізді ұмыту. Бүкіл ата бабамызды, тарихымызды ұмыту. Бауыржан Мұшақ. Жарық көрмей, жатсам ұзақ сен тілім, таза, терең, өткір, күшті кең тілім, тарап кеткен балалардың бауырына, ақ көңілмен, ақ тарталысын сен тілім. Тілім менің тірігім, дінім менің, тілсіз қандай болады күнім менің, өз халқыма жетеді өз менімде, өз тілімде болса жүрім менің. Тағдырымды тамашалап кепінен қалқалам, әр адамда өз анасынан басқа. Жубеп жүрер, дене жүрер арқадан, болу керек көтеріпер торқаны. Туған жері туп қазыға айбыны, туған тілі сатылмайтын байлығы, туған дәстүр салт санасы байлығы тірегі, және туған тарихы еске алуға қаншама. Ауыр әрі қасиетті болса да, төрт анаға әнін жолдай алмаған, пенделерді басы қайда қалмаған, төрт анасын қорғамаған халықтың ешқашанда бақ жұлдызы жанбаған. Қазағым тілімен жара берші, әуелетіп әніне сала берші, мәңгі даңқы түспейсін қазақ тілі, көкейінде жатталып қала берші. Туған тілім, бабам тілім, өз тілім, туған тілім, адам тілім, өз тілім, туған тілім, адам тілім, өз тілім, туған тілім, далам тілім, өз тілім. Рахмет олар. Біз бүгін тіл мерекесіне жиналғандықтан туған тілде сыры терең жаным бар, туған тілде әнім менен сәнім бар, туған тілім тіл болудан қалса егер, жүрегімді суырып алыңдар деп ақын жырлағандай, бүгін бізде Абай мен Әбіштің сырласуы. Армысыздар оқушылар, тілдер мерекесі құтты болсын. Сіздерге арнап тілдер мерекесіне орай айтатын өсиет сөздеріміз бар. Ендеше сол сөздерімізге назар салыңыздар. Қалқам Әбіш, осы әлемдегі жаратылыста ағза тасыл ма, қара зат асыл ма? Ағза тасыл ғой. Неге? Қара зат асыл емес пе? Қараны қалай асыл дейсіз? Адам осы жаратылыста көзінің қарашығымен көреді. Ал ақ қағазға қара қаламмен жазып білім алады. Сондықтан ақтан қараны асыл деп ойлаймын. Оның бәрін қайдан білдіңіз? Ақылмен білдім. Ақыл мида болады. Ми ағзат, ақыл нұр, жарық зат. Жарайсың балам. Ал біз қандай мақал-мәтелдерді білеміз? Бүгін мақал-мәтелдер жарысын ұйымдастырамыз.
жеті түрлі ілім біл. Бас кеспек болса да, тіл кеспек жоқ. Балық тамған тілден тас жармаса жас жарады. Тас жармаса бас жарады. Жыланның уы тісінде, адамның уы тілінде. Тілден артық қазына жоқ. Сүңгір жарасы бітер, тіл жарасы бітпес. Тілден ұталған өнер алды қызыл тіл. Шебердің қолы ортақ, шешенің тілі ортақ. Бас кеспек болса да, тіл кеспек жоқ. Тіл қылыштан өткір. Тіл тірегіміз, соғып тұрған жүрегіміз. Тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады. Сүңгі жарасы бітер, тіл жарасы бітпес. Тіл көтермегенді тіл көтереді. Тіл қылыштан өткір. Өнер алды қызыл тіл. Жыланның уы тісінде, адамның уы тілінде. Тілден артық қазына жоқ. Тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады. Бас кеспек болса да, тіл кеспек жоқ. Тіл тірегіміз, соғып тұрған жүрегіміз. Жеті жұрттың тілі ме? Яғни сіздерде мына жерде қанша не дұрыс емес? Так, жақсы тіл тас жарады. Бір дүние дұрыс емес. Қалғаны бәрі дұрыс. Мына жерде екеу дұрыс емес сіздерде. Екі қате бар. Жақсы, сіздерде қате жоқ. Жақсы, рахмет балалар. Жинаймыз. Ана тілім, тірлігімнің айғағы. Тілім барда айтылар сөз ойдағы. Тілім өссе, мен де бірге өсемін. Тілім өшсе, мен де бірге өшемін. Ана тілге тілін білмеген, ақылы жоқ желікпас. Ана тілін сүймеген, халқын сүй жаратпас. Демекші, ақын жырларымыз, ақын жазушыларымыз осындай өте үлкен неге тастап кеткенімізге тіл мәртебесін көтеру үшін барлық бойымыздағы күш-қуатымызды жинап, тіл үйренуге шақырамыз. Өнен бастап сіздер қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде оқып, біліп, үйренуге талпынуларыңыз қажет. Сондықтан бұл біздің тіл кемел болашақ туралы іс-шарамыз аяқталды. Рахмет баршаңызға.